Ол 25 жыл деген бір адамның тағдыры ғой. Артында 5 баласы бар, қанша немересі бар. Ержан сіздің туған ағаңыз. Иә, менің туған ағам. Жағдай қалай өрбіді? 25 жылға сотталып кетті. Ержан Есіркенов ақталу керек дейсіздер. Кассациялық соттан бірінші істі қайта қарауға жіберіп, сол жерде ақтауды сұрағым келеді. Ең басында ағамды қамамай тұрған кезде әкесі келеді, менің 2 ағаммен сөйлеседі. Сол кезде бұлар 30 миллион теңге сұрайды. Не үшін? Істі жабу мақсатында. Қыз 21 және 23 жылдар кәмелет жасында болды ма? Жоқ, кішкентай жаста, 13 жаста болды. Үйде тінту әрекеттері кезінде қандай да бір айғақ дәлелдемелер табылды ма? Айғақ деп бізден 2 матрас алып кетті. Алғашқы және одан кейінгі 2 сот отырысында да сіздердің тараптарыңыздан ешқандай сараптамалық қорытындылар ұсынбадыңыздар. Үлгермедік. Сот әділ болу керек. Мүмкін бірінші, екінші сотта қаралмаған мән-жайларды кассациялық сот алса деймін, ескерсе деймін. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Жаңа сұхбаттың араға талай жыл салып жаңа хабарын эфирге шығарып отырмыз. Бұл хабар өткір әрі өте өзекті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120-121 бабы бойынша істі болған Ержан Есіркеновтың жай жапсары туралы бұл іс қалай басталды және қалай өрбіді деген тақырыпқа арнап отырмыз. Өйткені біздің редакциямызға қоғамдық қорғаушысы әрі туған қарындасы Бақытгүл Есіркенова арнайы хат жазып көмек сұрады. Осыны мұқым-елге жеткізсек деп. Бүгін студиямызға Бақытгүл ханымды арнайы шақыртып отырмыз. Сіз бір неше бетті хат жолдапсыз, десе де ол хатта істің мән-жайы түсініксіздеу және толыққанды болсын. Ертеңгі күні біз мұны аудиторияға, қоғамға жеткізу үшін бір жағы өз аузыңыздан баяндап бергеніңіз дұрыс болатын шығар деп отырмыз. Ержан сіздің туған ағаңыз. Иә, менің туған ағам. 4 ағам бар, сол 3-ші ағам. Жағдай қалай өрбіді? Ол кісі қазір 3 жылдан бері қамауда отыр. Иә, 3 жылдан 25 жылға сотталып кетті. Қазір уже 3 жыл болды сотталып кеткеніне, және апелляциялық соттың өткеніне. Содан бері мен жаңадан пайда болған мән-жайлар бойынша бірінші инстанциялық сотқа, екінші инстанциялық сотқа, одан кейін прокуратураға, жоғарғы прокуратураға 3 жыл болды хат жазып жатқаныма. Істі қайта қарауға байланысты. Енді соңғы кассациялық сотқа келіп отырмын. Соңғы кассациялық сотта бір үмітім бар. Қадірменді көрермен, нақтылап өтейік. Ержан Есіркенов 2023 жылы қыз зорлау фактісімен 25 жылға сотталды. Арадан 3 жыл өтті. Оның туыстары, бауырлары, жақындары осы 3 жылдан бері бірнеше сотқа жүгінді, және оның қазіргі сатысы кассациялық сот сіздерде қыркүйек айында жоспарланған. Сіздер келтірген деректер мен дәйектерде Ержан Есіркенов ақталу керек дейсіздер. Мен әрине ақталу керек, бірақ мен кассациялық соттан бірінші істі қайта қарауға жіберіп, сол жерде ақтауды сұрағым келеді. Кассациялық соттан істі қайта қарасын деймін. Жаңадан пайда болған мән-жайларға байланысты істі қайта қарауға жіберіп, істі бірінші, екінші соттың үкімі шығарылды ғой. Бірақ мен өз басым сот әділ өтті деп айтпаймын. Сот бір жақты болды. Мысалы, Конституцияның 16 бабында айтады, заң мен соттың алдында барлық адам тең деп айтады. Бірақ бізде теңдік құқығы мүлдем болған жоқ. Сот бір жақты болды. Оған мен кәдімгідей дәлелдер келтіре аламын. Жалпы оқиғаны баяндап бере аламыз ба? Жалпы неден басталды бұл сот процесі? Ең бірінші 23 жылы ғой. 2 жыл бұрын 21 жылы 2 жыл өтіп кеткеннен кейін жәнегі туысқан жеңгемнің бауырының қызы мені 2 жыл бұрын жездем зорлады деп арыз жазады. Жеңгеңіз деп отырғанымыз ол Есіркенов Ержанның әйелі. Соның сіңлісі.
жазып отыр, Иә, иә. ағасының қызы, бауырының қызы жездем мені зорлады деп. Иә, 21-ші жылы зорлады деп 23-ші жылы 2 жыл өткеннен кейін жазады ғой заявление. Сол факт бойынша іс қозғалады. Іс А деп қозғалғаннан бастап уже енді бір жақты болып бастайды. Қыз 21 және 23 жылдар кәмелет жасында болды ма? Жоқ, кішкентай жаста, 13 жаста болды, 15 жасында жазды. 15 жасында арыз қалдырып отыр. 16-ға бір-екі ай қалған кезде. Оған дейін араларыңызда қандай да бір кикілжің болды ма, отбасылық? Жоқ. Мен өз басым енді ол кісілермен толыққанды араласпадым. Енді олар бізге құда болып келеді ғой. Семьяларымен, ол қыздарды мүлдем танымаймын. Бірақ әйтеуір каникулға 20-ші жылы, 21-ші жылы каникулға келгендері рас. 20-ші жылда келді, 21-ші жылда келді. 20-ші жылы біз шешемнің тойын өткізген кезде сол екі қыз сол үйде жүрген. Бірақ жәнегі показания берген кезде олар айтады, біз 20-ші жылы барған жоқпыз. Мен өз басыммен, өз көзіммен сол қыздарды ағамның үйінде көргем. Ол кезде әкесімен келіп барлығы жұмыс жасап жүрген сол жақта. Соның 21-ші жылда сол жақта болды. Соның 23-ші жылы сөйтіп заявление түсіп, іс қозғалып, сол заявление бойынша тергеушілер жұмыс жасай бастады. Ең бірінші сол тергеу жүрген кезде жәнегі айғақтарды сол жерде тексеру деген бап бар, 257-ші бап. Сол бойынша тергеу әрекеттері жүргізіліп, үйге келеді ғой. Сонда мысалы ол бап бойынша арыз түскеннен кейін келеді, иә. Ол бап бойынша сол кісілердің үй жағында тексереді, біздің үй жақта да тексереді. Бірақ іс жүргізіп жатқан кезде ол жақтан рұқсат сұрайды үйге кіруге. Біз жақтан ешқандай рұқсат сұрамай бірден және тексеру әрекетіне көшеді. Сол бойынша біздің адвокаттар да жазады. Бұрын 25-ші бап болатын конституция бойынша тұрғын үйге қол сұғылмайды деген, қазір 28-ші бап конституцияның сол кезде арыздан неде жазады. Үйге рұқсатсыз кіруге болмайды. Өйткені мысалы делода өзі тігіледі ғой. Дело тігілген кезде бірінші сол ненің алдында рұқсат қағаз тұру керек. Осы үйдің иесі кіруге рұқсат берілді деген. Не болмаса жазбаша, не болмаса видео обращение тұр ғой қолдарында, сол арқылы болу керек. Бізде жеңгемді кәдімгідей қора жаққа қуып жібереді. Жоқ, кетіңіз арғатай камераға жоламаңыз деп қуып жіберіп, үйге кіріп, жәнегінде заттарды, айғақтарды әрекеттерін жүргізеді. Иә. Ал ол жаққа барған кезде олардың да үйінде жәнегі жағдайдың біреуі болды деп есептейді. Бірақ ол жақта бірінші бетінде анасының үйге кіруге рұқсаты тұр. Ең бірінші простой әрекет, просто о бастан бір жақты. Заң нормалары сақталмады. Бірінші қарап тұрсаңыз қарапайым ғана ғой. Әлі дәлелденген жоқ, ешқандай не жоқ, бірден баса көктеп, уже басыну сол жерден басталды, үйге кіруден басталды. Ең бірінші әрекет. Одан кейін сол бап бойынша, жәнегі 257-ші бап бойынша, соның екінші бөлімінде айтылады да, тергеуші, психолог барлықтары келді ғой. Солар бұл айғақтар сол жерде тексеру барысында қыз бала өзі бүйтіп көрсетіп жүру керек. Не нәрсені болсынша өзі айту керек. Иә. Оған сырттан жәнегінде тергеуші, прокурор болмаса мынандай жетелеуші сұрақтар қоюға болмайды. Бізде видеода кәдімгідей көрініп тұр, прокурордың тарапынан жетелеуші сұрақтар қойылған. Соған сайда біз жалғат етіп, арнайы жәнегі видеоларды мен екі сот біткеннен кейін, бірақ енді бірінші екінші сотта оны айттық, бірақ ол мүлдем ескерілмеді. Артынан кейін мен жәнегіндей криминалист, филолог, сарапшыға нетіп видеоларды көрсеткен кезде ол кісінің тарапынан жәнегіндей қорытынды. Сол қорытындыны оқып берсем
бола ма? Мысалы деп жазылған, тергеу әрекеті жүргізу барысында тергеуші, прокурор және заңды өкіл тараптарынан жүргізілген тергеу әрекетінің психологиясын жеткіліксіз төмен бағалауды көрсететін теріс сипаттағы әрекет, яғни көмекші сөздер типіндегі жетекші сипаттағы сұрақтарға қойылған және жәбірленушінің сөзін бөліп, жауабын онымен айтылмаған сөздермен толықтырып айтуы, сонымен қатар кей сәттерде жәбірленуші жауабын мән мағынасы кері бұрыс әсерін тигізетін әрекеттер сыбырлап, жай дауыспен көмекші сөздер айтылғаны және прокурордың бейне камераға көрсетілмеген көрпені бағыттап айтуы, яғни жәбірленушінің еркін түрде және нақты жауаптар беруіне бөгет кедергі келтіретін әрекеттер бар екені анықталды. Бұл бірінші, екінші соттан кейін жасалған сараптама. Осыны мен кассациялық сотқа мысалы әкеліп отырмын. Себебі біз ауызша айтқанымен жәнегіндей болмайды ғой. Егер сол жағдай расында да болса, мен ойлаймын, жәбірленуші мүдірмей айтып шығу керек та. Ненің қалай болғаны, ал оны әрбір айтқан сөзі. Тергеу амалдары кезінде жәбірленуші бірге жүреді ғой, сол жерде. Иә, жүріп көрсеткен кезде керісінше оның аузына жәнегіндей алай айт, былай айт деген сөздер. Оның барлығы видео дәлелдер арқылы көрсетіліп отыр. Бірақ сот оны ешқандай неге алмады. Үйде тінту әрекеттері кезінде қандай да бір айғақ дәлелдемелер табылды ма? Айғақ деп бізден 2 матрас алып кетті. Көрпе алып кетті, одеялдар алып кетті. Соларды алып кетіп, жәнегіндей биологиялық тексеріс өткізілді. Қыз бала өзі осы трәпкімен 2 жыл өткеткен, осы трәпкімен сүртіндім дегендей трәпкілер болды. Матрастардың барлығын қолдармен ұстап, ешқандай перчаткасыз барлығы ұстады. Қыз бала да ұстады, шешесі де, прокурор да, тергеуші де, психолог барлығының қолы бар ол жерде ұстады. Сол кезде жәнегі биологиялық тексеруге апарған кезде биологиялық сараптама бойынша жәнегі қыз бала айтты, сүртіндім деген трәпкі де таза болды, мына жерге шәуітін ағызды деген матрас та таза болды, көрпелер де таза болды. Ал жәнегі 2 матрастан сперма мен қан шықты. Бірақ сперма, мысалы, мынандай 2 матрас деп есептейік, міне 1 матрас, міне 1 матрас. 1 матрастың мына жағында 1-ші топ спермасы, мына 2-ші жағында 2-ші топ спермасы. Матрастың 2-ші жағында. 2-ші матраста 4-ші топ спермасы, матрастың 2-ші жағында 3-ші топ қаны. Менің ағамның топ қаны 4-ші топ, жәбірленушінің топ қаны 2-ші топ. Ал айыптау актісінде солай жәнегіні осы биологиялық табылғанды генетикалық молекулярный экспертизаға жібереді. Сол кезде генетикалық экспертиза мына матрастың мына бетінде тұрған 1-ші топ шәуітімен мына жақтағы 4-ші шәуіт екеуін қосып, менің ағамның ДНК-сы мен жәбірленушінің ДНК-сын алып шығады. 2-ші матраста 4-ші топ, 4-ші топ мүмкін деп жазылған ол жерде биологияда. Не болмаса 1-ші, 3-ші, 2-ші топ нелері қосылған. Яғни сол болуы мүмкін. Және мына жақта 3-ші топ қаны. Осы екеуін қосады да, тағы да менің ағаммен жәбірленушінің. Яғни мүлдем сәйкес келмейтін сараптамадан осындай не алып шығады. Мен оны 1-ші сотта да, 2-ші сотта да айттым. Бірақ өзім сарапшы болмағаннан кейін жеткізе алмадым мен. Алғашқы және одан кейінгі 2 сот отырысында да сіздердің тараптарыңыздан ешқандай сараптама қорытындылар ұсынбадыңыздар. Үлгермедік. Үлгермедіңіздер. 1-ші сот біткеннен кейін 2-ші сот аралығы 15 күн болды. Ал бізде сарапшы жәнегі криминалист сарапшыда, одан кейінгі медик сарапшымызда бізде
уже 1 ай көлемінде айтты. Біз 1 айдан кейін ғана, ол кезде бізде 15 ақ күн болды. Жалпы неше сот отырысы болды? 2 сот отырысы болды. 2 сот отырысының қорытындысы бойынша? Иә, бірінші сот отырысы бойынша үкім шығарылды, екінші сот отырысы бойынша да сол үкім өзгеріссіз қалды. Екіншісі ол апелляция ма? Иә, апелляция. Апелляциялық. Енді сіздер қазір менде кассациялық сот. Бірақ мен кассациялық сотқа дейін жәнеге медициналық сараптаманы, жәнеге криминалист, филологтың сараптамаларын бірінші сотқа да жібергем. Жіберген кезде сіз мемлекеттік тілде жазбадыңыз деп қайтарып жіберді. Екінші рет апелляционный сотқа жаздым. Апелляционный сот істі шақырды, бірақ сіз дұрыс жазбадыңыз деп қайтарып жіберді. Енді ол дұрыс қалай жазу керек деп жан жақтағы адвокаттардан сұрастырған кезде мен прокуратурадан жазуым керек екен. Апелляция қай жылы, қай күн өтті? 23 октябрь ма, сондайда болды ғой. Одан кейін сіздер қазір кассацияға 3 жыл салып, сақадай сай дайын отырсыздар. Иә. Жалпы кассациялық сотқа кейіннен табылған мән-жайлар ретінде қаншама деректі әзірледіңіздер? Основной 2 сараптама. 2 сараптама. Алғашқысы медициналық? 3 сараптама. Медициналық сараптама, одан генетикалық молекулярный эксперттің сараптамасы, және филолог, криминалист. Осы 3 сараптаманы дайындап отырсыздар. Бұлар тәуелсіз сарапшылар. Сіз редакцияға жіберген осы кассациялық шағым хатыңызда бұл 3 қана дерек болған жоқ, бірнеше болды ғой жерде? Бірнеше заң бұзушылықтар. Әр негіз бойынша, егер тоқталып өтейін, рұқсат болса. Ең біріншісі жәнегінде енді бұл кассациялық сотқа жазылған шағымды мен өзім жазбадым. Менің өзім арнайы көмекшім юрист бар, сол арқылы. Бірақ мен жәнегінде мынау жайға қарапайым адам қалай мынандай сөздерді жазады демес үшін менде арнайы өзім консультант. Сол кісі толыққанды істі барып, Семейге барып, Абай ауданына барып, 3 күн қатарынан отырып, тексеріп шықты. Сол бойынша 13 түрлі заң бұзушылықтармен жасалынған тапты да. Енді ең біріншісі бұл сотта мысалы қараңыз, адвокат айтады сотқа, осындай адамдарды мен куәлікке шақырам, яғни прокурорды айтады. Істі алдында жүрген прокурорды куә болуға шақырам деп айтқанда сот айтады, сот отырысында бұны қарастырамыз деп айтылады да. Бірақ сот отырысына келген кезде видеода жазылып тұр ғой, енді сот өзінің сөзінен тайып, жәнегіндей прокурор, біз куә ретінде шақырып отырған прокурорды бізге айыптаушы прокурордың орнында тұрады ғой. Бұл енді өзіндік жәнеге Қазақстан Республиканың процессуалдық кодексінің өздерінің баптары бар. 23-ші бабына байланысты, 99-ші бабына байланысты, 362-ші бабының 3-ші бөлім талаптарына кәдімгідей қарама-қайшы нәрсе. Ал екінші нәрсе бұл куәларды шақыру және куәларды сұрау. Өзінің реттігі бар екен да. Енді біз қарап тұрсақ, біз қарапайым адам ойлаймыз, мысалы сіз айыптаушысыз, мен жәнегі ақталушы дейміз, мен қалай жақпын. Біз куә шақырып отырған кезде ретінде сақтау керек екен. Мысалышы, егер мен бірінші айтсам, менің куәмді бірінші допрос жасау керек, сіздің жақта сіздікі. Бұл жерде де тағы да сот жәнегі жәбірленуші жаққа кәдімгідей бұрылып, сол жақтың сөзін көбірек сөйлеп, солардың шоқпарын көтерді десек болады ғой. Бұл екіншісі, ал енді үшінші, бұл ең маңыздысы, бұл сотта арнайы жәнегі криминалистердің сараптамасы болды. Криминалист сараптаманы жәбірленушіге де, менің ағама да жүргізді. Бұл өте ауыр
прям қасақана жасалған нәрсе деп ойлаймын. Бұл сарапшының берген қорытындысын кәдімгі бұрмалау. Мысалы, былайнен деп жазылады. Сарапшы былай жазады: менің ағама қатысты алдын ала дайындалмаған мәтінді жаттау белгілері жоқ деп жазып береді. Мемлекеттік сарапшы ғой бұл? Иә, сарапшы. Мемлекеттік сарапшының өзі менің ағама қатысты сұрақ қойылады ғой. Бұл кісі дайындалған ба, мәтінді жаттап алған ба, өтірік айтып тұр ма, жоқ па деген сияқты. Сол кезде алдын ала дайындалмаған мәтінді жаттау белгілері жоқ дегенді айыптаушы тарапынан керісінше және күдікті есіркеніп жауабында жалған жауап беру белгілері бар ма дегенге, ол жақтан айтады: бар, алдын ала дайындалған, мәтінді жаттап алған, өзінің жәнегі несін жасыру мақсатында деп бұрмалап айтады ғой. Сарапшының, мемлекет өзі тағайындаған сарапшының сөзін бұрмалайды. Сот бұл жерде бұрмаланып отыр ма, бұрмаланбай отыр ма, сарапшының берген қорытындысын бір көзімен оқыса ғой шіркін сол кездеші. Мен ойлаймын, ол кісі даже қарамады деп. Егер қарағанда айтар еді прокурорға, тергеуші: сендер не айтып отырсыңдар, мына жерде басқалай жазылып тұр ғой деп айтар еді. Ал үкім жазған кезде жәнегі айыптау актісінде қалай жазылып тұр, соны как будто копировать етіп, дубликация жасай салған сияқты. Негізінде жазылып тұр: алдын ала дайындалмаған менің ағам, мәтінді жаттау белгілері жоқ деп. Бұл кәдімгідей бұрмалау. Бұл бойынша жаңағы мемлекеттік сарапшының осы негізде айтылған, қалай айтамыз, құжаттамасы барлығы бар ғой, алғашқы нұсқасы барлығы бар. Әрине, сотта оны тіркеп тұр ғой. кассациялық шағымда соны тіркеп отырсыздар. Тіркеп отырмын. Бұл кәдімгі Қазақстан Республикасының жәнегі қылмыстық процесстік кодексінің 435 бабына талабына сай, егер соттың үкімде, қаулыда айтылған түйіндемелер елеусіз қайшылықтар болып, олар істің шешуіне, оның ішінде сотталған адамның, ақталған адамның кінәлігін немесе кінәсіздігі туралы мәселені соттың шешіміне, қылмыстық заңды қолдану дұрыстығына немесе жазалау шараларын анықтауға ықпал немесе ықпал етуі мүмкін болса, үкім қаулысы істі нақты мән-жайлары сәйкес келмейді деп танылады. Мысалышы, бұл дегеніміз кәдімгідей қасақана бұрмалаушылық қой. Менің ағамыма беріп отырған сараптаманың қорытындысын кәдімгідей бұрмалап отыр. Одан кейін төртінші, бұл бізде сот екі тілде болды. Өйткені біздің адвокатымыз орыс тілде болды да, екі тілде болғанда бізде сот тарапынан аудармашы болды. Аудармашы мүлдем істі қайта қарап шыққан кезде біздің орысша сөйлейтін адвокат өте грамотный болды. Өте грамотный, жақсы адвокат болды. Бірақ аудармашы ол кісінің сөзін толыққанды жеткізе алмады. Бірнеше дәлел ретінде мен ненің ішіне жаздым. Мысалы, адвокаттың айтқан сөзі, аудармашының. Мына қараңызшы, мына жерде адвокат қаншама сөз айтқан, аудармашы бір-ақ сөзбен аударған. Көрдіңіз бе? Яғни сот толыққанды сол адвокаттың айтқанын ести алмады. Бұл кәдімгідей істі тоже бұрмалауға жатады. Одан кейін бұл жерде істі бұрмалау емес, толыққанды түсінбегеннің салдары деп айтсақ дұрыс болатын шығар. Солай шығар. Енді сот толыққанды оған ақпарат бермегеннен кейін ол кісі де дұрыс үкім шығара алмайды ғой, мысалы ше. Сондықтан бұл жерде жәнегі аудармашының тарапынан да бұл енді елеулі, елеусіз деп айтады ғой, елеусіз деп айтайық, но елеулі де бар. Мысалы, жарайды, бұл адвокат болғаннан кейін соттағы барлық қателіктерді көрсетеді. Но менің ең басты айтып отырған қателігім жәнегі сараптаманы бұрмалау, ол бір. Екінші сараптамада куәлардың сөзін мүлдем елеп ескермеу. Себебі қыз баланың өзі
колледжде оқып жүрген кезде 2 сауалнама толтырады. Сол сауалнамада кәдімгідей 14-15 жасында жыныстық қатынаста өз еркімен болғандағы айтылады. Сол кезде жәнегінде гинекологтар сұрайды ғой. Вот сол жағдайда да шақырылған әрбір акушерлердің сөзінде олар айтады, бізге сол кезде жәбірленуші ешқандай зорлық жайлы айтпады. Өзімнің жігітіммен болдым. Бір рет қана болдым деген сөздерді айтты деп айтып, бір адам ғана айтпайды оны. Бірнеше акушер айтады. Бірақ оны тағы да ескерілмей қалады. Ал демек колледжде дегеніңіз осы сот процесіне дейінгі болған жағдайлар ғой барлығы. Иә. Сонда мысалы ол жерде нақты собственно ручно қыз бала өз қолын қойып тұрып, сауалнаманы толтырып, сол жерде өз еркімен жазған нәрсе. Сол кезде содан кейін барып ол жерде акушерлер және гинекологтар қызбен сөйлескен кезде қыз де мүмкіндік болған. Мені зорлады, осындай жылы болды деп айтатындай. Бірақ ол жерде ол айтпаған, ол жайлы болмаған. Яғни бұл кәдімгідей қыздың өзінің айтып отырған сөзіне қарама-қайшы келетін нәрсе. Сол кезде саған допрос жасап жатқан кезде не себепті айтпадың? Мысалшы. И көп адамдар қазір айтады, жел соқпаса шөптің басы қыбырламайды деп адамдар айтады ғой. Мысалшы, не себепті басқа адам емес, не себепті сенің ағаңды указывать етіп отыр дегенде, менің өзімде де ондай ой болған. Не себепті именно менің ағамды көрсетіп отыр деген сияқты. Сол кезде ең басында ағамды қамамай тұрған кезде әкесі келеді, менің 2 ағаммен сөйлеседі. Сол кезде бұлар 30 миллион теңге сұрайды. Не үшін? Істі жабу мақсатында. Ар жазып қойғаннан кейін. Иә, заявление қайтарып алу мақсатында. Енді значит, олай сұраса бір мүмкіндігі болған шығар. Сол кезде менің ағаларым Ержаннан сұрайды. Сен тазасың ба депші. Сонда ағам айтады, мен тазамын. Онда таза болса сотта кездесеміз деп. Сол бір сөзі мен әлі күнге дейін мысалы ағамды қорғауымның осы себебі. Біздің де редакцияға келген сіздің хатыңыздан елең еткізген жайт, оқиға болып кеткеннен кейін бірнеше жылдан кейін арыз жазылып, осы бойынша іс сотқа дейін барғандығы болып отыр. Одан бері тағы да 3 жыл өтіп кетті деп отырсыз қазіргі таңда. Енді сіздер кассациялық сотқа қыркүйек айында барасыздар. Осы сіз айтып отырған барлық деректемелердің барлығын жеткізесіздер. Әрмен қарай сот қайта өтсе деп отырсыздар осы таңда. Толыққанды қайтадан, егер мүмкіндік болса, мен сол Абай облысында емес, басқа ауданда қаралса деймін бұл сот. Себебі мен ол жаққа сенбеймін. Ол жақтың прокуратурасына да, ол жақтың сотына да сенбеймін. Мен ондай құқығым бар екенде. Егер сот іс қайта қаралатын болса, басқа Шымкент па, Өскемен ба, Астана ма, Алматы ма, маған бәрібір, тек қана Абай облысы емес. Сол жақта қаралып, толыққанды қаралса деп ойлаймын. Өзімнің сұранысымша. Кассациялық сотта егер істі қайта қарауға жіберетін болса, жәнегі біздің ұсынып отырған сараптамалар бойынша. Олардың 30 миллион сұрағаны туралы сізге ағаларыңыз айтты? Иә, оны сотта да айтылды, бірақ ешқандай не етпеді. Ескерілмеді. Оны қалай сұрады? Негізі тергеу деген ойлаймын барлық варианттарды қарау керек депші. Болды, осының атына жазылды екен деп, соны соттаудың, любым способом соттау емес, толыққанды тергеу жүргізу керек деп ойлаймын. Оның тағы бір мәселе, қыз баланың әрбір берген показаниясы дейміз ғой, берген жауаптары шынайылыққа келіспейді. Мысалшы, біріне бірі қарама қарсы. Мен енді бұл жабық сот болғаннан кейін қыздың қай сөзі қалай айтқаны өкінішке орай айта алмаймын.
ашып айта алмаймын, бірақ мен оны мына кассациялық сотта бірнеше бет қылып жаздым. Қай жерде қай сөзмен, куәмен, мүлдем қарама қайшы, айтқан көрсеткен материалы қарама қайшы, айтқан сөзмен. Егер қыздың әрбір айтқан сөзі сарапшылардың берген қорытындысымен дәлелденіп отырса, мен бұл жерде отырмас едім. Мен қияр едім ағамды 25 жылғаша. Неліктен дәл осы сіздің ағаңызға неге бұндай арыз жазылып отыру деген дүниені ойланып көрдіңіз ба? Мен өзім ойлаймын, қыз баланы именно артынан кейін енді туысқандардың жағынан зорлық фактісі ма, жоқ өзі ерікті түрде қарым-қатынас түсті ма, меніңше болған сияқты басқа адамдармен. Оны жаңағы колледждегі сараптама қорытындысында ол жерде дәлелденіп тұр. Иә. Одан кейін ол кішкентай болғаннан кейін менің ойым. Ол мен ойлаймын, кішкене қысым болды ма екен, сонда жалғыз сыртта жүрген кезі сол кез. Қазір мысалы бұл іс болғаннан кейін сен жан-жақты ізденесің. Ізденген кезде мысалы телеграмда бар, неше түрлі чаттар бар. Арнайы осы статья бойынша вымогательство кәдімгідей мен жалғыз емеспін. Бұл ситуация бойынша жалғыз емеспін. Әділ сот болмағанда қаншама нелер бар. Дәлелсіз. Яғни заявление түсті, сотталып кетті деп айтып жатқандар мен жалғыз емеспін. Білмеймін, бұл бір қарқын ба, сондай ма, жас бала жазды, болды, бітті деп негізі сот өзі екі нәрсеге сүйеніп үкім шығарады деп айтады ғой. Бірінші және заңдылыққа, екінші ішкі түйсік деп айтып жатады. Сол енді алғашқыда барлығымыз, сіз де, мен де бұндай ситуацияны естісек, біз жанымыз ашып кетеді, қыз бала. Мен екі қыз бала асырап отырмын мысалы. Мен де бірден жүрегім зірк ете түсті, жалғыз мен. Сондай ситуацияда егер шешім қабылда десе, мен де мүмкін өйтіп эмоцияға берілерін едім. Бірақ сот деген ол тағайындалған адам. Ол эмоционально устойчивый адам болу керек. Ол кәдімгі дәлелдерге қарап, барлығын дәлелдеп, ол бір жылға соттап жатқан жоқ қой менің ағамды. Бақандай 25 жылға. Қазіргі соңғы мен өмір бақиға кетіп жатыр бұл статьямен. Сондықтан именно осы статья бойынша дұрыс қаралу керек деп ойлаймын. Себебі ол 25 жыл деген бір адамның тағдыры ғой. Артында 5 баласы бар, қанша немересі бар, әйелі бар, қанша туысқандары бар. Егер менің ағам кінәлі болса, мен бүйтіп отырмас едім елдің алдына шығып. Менің де таныстарым бар. Демек сіздің қазір айтып отырғаныңыз, іс жан жақты сараланып, толық дәлелдемелердің барлығы қаралып болғаннан кейін ғана барып заңды шешім шықса. Иә, әрине. Иә, заявление түсті екен деп, мысалы, бұрмалауға болмайды ғой. Көзіңді бақырайтып тұрып, сарапшының берген сараптамасын бұрмалау, бұл өте үлкен заң бұзушылық деп ойлаймын. Екінші, сарапшының айтқан сөзін бұрмалау. Үшіншіден, бұл жерде тағы да жасырын куә бар, енгізілген жасырын куә. Яғни айыптаушы тарап жағынан жәнегі менің ағам қасына не отырғызады, жасырын куә. Бірақ сот кезінде оны біз бәріміз тыңдай алмадық. Бірақ соттан кейінгі істі қараған кезде үкімде жазылған сөздермен жәнегі жасырын куәнің берген сөздері мүлдем үйлеспейді. Мүлдем келмейді. Ондай сөзді айтпаған менің ағам. Керісінше айтқан. Маған жала жабылып жатыр. Осындай күнә тағып жатыр деп айтылады. Ал үкім шығарған кезде жасырын куә
как будто соның сөзін подтверждать еткен сияқты. Иә, мен сөйттім бүйттім деп менің ағам айтты деп жазылып қойғанда бір куәнің сөзін кәдімгідей бұрмалау. Одан кейін тағы да сарапшы психологтың сөзін бұрмалау. Сарапшы кәдімгідей енді менің жәнегіндей қыз бала шындықты айтып отыр ма деген кезде менің неме кірмейді бұл. Қалай түседі? Мои компетенции дейді ғой. Иә. Құзырлығыма. Қай сарапшы айтып отыр? Психолог. Психолог. Иә, психолог айтады, менің құзырлығыма кірмейді. Қыз баланың шын айтып отыр ма, өтірік айтып отыр ма, анықтау. Бұл тергеу әрекетінің, яғни криминалистердің, психолог криминалистердің жұмыстары. Бірақ криминалист жасаған сараптамада бұл именно қызға байланысты, қыз шындықты айтып отыр ма, өтірік айтып отыр ма деген бөлімді алып тастаған. Ол сұрақтар қарастырылмайды деп. Сонда получается қыздың шындықты айтып отыр ма, өтірік, детектор лжи деп айтып жатады мысалы, менің ағам қарсы емес, отырам дейді. Әлі күнге деді, отырғызсын мені. Қыз баланы да отырғызсын, оны да отырғызсын, екі жақта, егер мүмкіндік болса, солай дәлелдесін. Бұл бүйтіп соттай салатын бір кішкентай ғана жылға кетіп жатқан нәрсе емес. Түсінікті. Бақытгүл ханым, енді біздің бүгінгі хабардың негізгі әңгімесі осы бір ғана 120-121 бап қана емес, Қазақстанда осы қылмыстық кодекс болсын, азаматтық кодекс болсын, болып жатқан соттардың барлығы мейлінше әділ өтсе екен деген. Өйткені бұл жерде бір ғана адамның тағдыры емес, оның отбасының, әулетінің тағдыры тұр. Мәселен, ол кісі, енді сіздің ағаңыздың отбасы бөлек қой, былай қарағанда әулет қазір осының зардабын шегіп отырғаннан кейін біз арнайы шақырып өзіңізден осы мәселенің мән-жайын толыққанды білсек дегенбіз. Тағы да ескертуіміз керек, осы мұқмел білсе деген қандай да жайттар бар ма? Матрасқа байланысты айтайыншы. Матрастағы табылған жәнегі қан мен нелер ең басты дәлел ретінде жүрді. Бұл жерде нақтылап өтейікші, ол матрас дегеніміз жаңағы арызданушы көрсеткен, осы матраста болды оқиға деп. Яғни бұл 2 жыл бұрын болған дүние. Яғни сол сіз айтып отқан жаңағы шәуіттің қанының іздері сол жерде қалып отыр ғой. Матраста, Бірақ сіздің сараптамаға сәйкес келмейді. ДНК-лары ұқсас емес. Келмейді, мүлдем келмейді. Себебі айтып отырмын ғой, бірінші матрастың бетінде табылған шәуіт бірінші топ енді шәуіт еркекке ғана тиесілі ғой, әйелден шәуіт шықпайды ғой. Бірінші топ иесінікі, бір қан тобы 1. Менің ағамды 4. Енді мына жақтағы екінші, сол матрастың екінші бет, былайынан логикаға асасын, екеуі де бір жерде табылып, мысалы ше, бір жерден білмейді. Жоқ, мынау басқа бір еркектің менің ағама тиесілі емес екен әлі дәлелденбеген. Қарасаңыз, 4-ші топ қана. И былайынан жазылған. 4-ші топ және 1-ші, 3-ші, 2-ші топтар қаннан араласып шығуы мүмкін екен 4-ші топша. Соған тиесілі шәуіт, екі еркектің шәуітін қосады да, басқа әйелдермен жәнегінде қыз баланың ДНК-сы шығады ғой. Мен соған таңғалдым. И со таңғалған бойынша жәнегі Дүйсенова деген именно молекулярный эксперт несіне сараптамасы. Бұл сараптама апелляцияға қаралмады, көрсетпеді, үлгермедіңіздер. Енді кассацияға дайындап отырсыздар. Осы дәлелдеме негізінде бәлкім жазасын жеңілдетіп, тіпті сот қайтадан өтіп, осыны қашу мүмкіндігін үміттеріңіз бар. Иә. Именно осы сарапшы Дүйсенованың сараптамасы мен жәнегі криминалист филолог Айдарованың сараптамасын ұсынып отырмын ғой мен. Сол екеуі негізгі жаңадан пайда болған мән-жайлар деп өзім соны ұсынып отырмын. Негізі, егер сот әділ түрде қарайтын болса, сол кезде де түсінікті болған. Сол кезде де айтқан. Ол жерде енді ауызша болды ғой, қазір сіздің қолыңызда сараптама түрінде бекітілген мөрмен және мықты мамандардың сараптамасы қолыңызда тұр. Тағы басқа алып қосарыңыз болса? Қазір әділетті Қазақстан құрылып жатыр, конституция өзгеріп жатыр. Мен ең бірінші Қазақстан Республиканың президентіне,
екінші бас прокурорға, кассациялық сотта отырған кісілерге өтініш айтар едім. Бұл әділетті Қазақстан болғандықтан барлық жәнегі конституцияны айтып отырмын ғой, 16-шы бап заң мен сот алдында барлық адам тең. Тең қаралса, мен айтып тұрған жоқпын ғой, бір жақты қараңыздар, менің ағамды алып шығыңыздар деп айтып отырмын. Мен осы болған істі қайтадан әділетті түрде қарауын сұраймын. Бұн ағамның артында ешкім іздеу жоқ кісі емеспіз. 5 баласы бар, әйелі бар. Егер ағам кінәлі болса, әйелі де кетер еді. Бала шағасымен осында біздің әулетте ай сайын 2 айда бір рет кездесуге барып тұрады. Бізде барып тұрамыз, кезек барамыз. Сондықтан осы істі қайтадан әділетті түрде қарауға көмек берсе деймін. Қалай айтсам болады? Әділетті түрде қарауды өтінемін. Жай ғана мен түсініп отырмын бұл статьяның қиын екенін. Бірақ тең қаралу керек. Сот әділ болу керек. Мүмкін бірінші, екінші сотта қаралмаған мән-жайларды кассациялық сот алса деймін, ескерсе деймін. Ағама байланысты істі қайта қараған кезде әділ шешім болса. Соны сұраймын. Кассациялық сот қыркүйек айында өтеді, иә? Қазір сақадай сайсыздар. Толық құжаттамалардың, сараптамалардың барлығын өттіңіздер. Біздің хабарымызда осы бүгінгі бағдарламада құзырлы орындардың назарына ілігеді, және осы кассациялық сот өтіп шынтуайтына келгенде, жаңа Бақытгүл ханым айтып өткендей, әділетті Қазақстанның әділдігін көреміз деп ойлаймын. Кім-кімнің де басына бұндай жайт түспесін. Әрине. Мен дұшпаныма тілемеймін бұндай істі.